Сәлем достар, қалайсыздар? Кабинет налогоплательщика деп Googleға жазып, войти по ЭЦП деп кіреміз. ЭЦП-ны таңдаған кезде аутсты таңдаймыз. Бұл жерден шатасып кетпеңіздер. Аутс ол бірінші тұрған, ал ырзамен біз подписать етеміз, ол екінші тұрған. Аутсты таңдадық. Біз қате жібердік, яғни УГД-дан шатастық дейік. Біздер қалаға төлеудің орнына ауылға төлеп қойғанбыз, немесе ауылға төлеудің орнына қалаға төлеп қойғанбыз, районға, немесе басқасына түсіріп жібергенбіз деген сияқты. Соны дұрыстау үшін налоговый заявлениеге кіреміз. Осының ішіне зачет и возврат деген бар. Біріншісін таңдаңыздар. Зачет и возврат, излишне, ошибочно, уплачено деген тұрады. Соны таңдап алайық. Внимание, для возврата уплаченной суммы по КБК. Мына КБКлар бойынша төртінші в ошибочно уплаченный деген таңда деп сіздерге айтып тұр. Окей деңіздер. Сосын кіргеннен кейін сіздің данныйларыңыз автомат түрде толып тұрады. И төртінші строкада причина деп тұр. Соған аны таңдаңыздар. Излишне уплачено. Келесі бесінші строкада зачет деңіздер. Возврат демейсіздер. Егер возврат жасайтын болсаңыздар, возвратты белгілеу керексіздер. И возврат жасасаңыздар, банк счетін таңдау керекпіз. Банк счет жазу керекпіз. Ал бұл жерде бізге керек емес. В счет погашения налоговой задолженности дегенді таңдаймыз 6-шы пунктте. Болды, қалған толтырмай-ақ қояйық, себебі бізде возврат емес. Возвраттың видеосын сіздерге түсіріп, бұны да салып қоятын боламын. Сол үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Страница 2-деге. Бұл жерде УГД-ны сұрап тұр. Біз қай районға жатамыз? Мана шатас төлеген емес, кәдімгі біздің өзіміздің регистрационный данные бар ғой. Соған кіріп тұрып қараймыз. Регистрационный данные. Осы жерде біздің по месту нахождения ИП дегенді таңдаймыз. Біздің УГД-міздің, соны жазамыз. Біз аударатынды таңдамаймыз, өзіміздің по месту нахождениені таңдаймыз. Түсінікті? Мысалға район таңдадық, бірақ ауылды таңдамаймыз. Келесі кеттік, страница 1-ге ашамыз, на екінші приложениенің. Бұл жерде сіздерде КБК сұрап тұр. Қай КБК-дан ауыстырғыңыз келеді? Мысалға 101-202 біздің КБК-мыз, подоходный налог, дұрыс төлемегенбіз. Соны копировать етіп аламыз. 101-202-ні. Мына жерге ішіне кіріп вставить етсеңіздер, прям жазылып тұрады. Индивидуальный подоходный налог с доходом необлагаемых источников выплат деп тұрады. Енді сумма налога платежей. Қанша теңгені аударғымыз келеді басқа районға? 33.600 теңгені. 33.600 деп жазамыз. И жазғаннан кейін үстіне де дәл сол сумма шығады. Болды, бірінші страницасына осыны жаздық. Енді екінші страницасын ашамыз. Бұл жерде бізге бин сұрап тұр. Қай районнан аударғың келеді? Қай УГД-дан аударғың келеді? Мына жерде тұр 06, 13, 01 деп осыны копировать етеміз. Бұда жатпау керек, сол себептен осыны жазамыз. Осыдан аудару керек деп. Тереміз. Бұл бізде Темірский район. Темір районы ауданынан аударымыз керек. Сол себептен соны таңдадық. Регистрационный данныда сол тұр. И соны таңдаймыз. Көрдіңіздер ма? Темірский район таңдап едік, оның өзінің бин аппараты шығып тұр. Бины шығып тұр. Енді біз осыдан басқа районға аудару керекпіз. Сол себептен келесі приложениенің страницасы 1-ін ашамыз. Мынау енді КБК-сын сұрап тұр. Қайда аударғың келеді деп. 101-202-ге сол подоходный налогқа аударғым келеді. Оны жазамыз. 101-202 деп немесе вставить етіңіздер. Индивидуальный подоходный налог деп шығып тұр, выбрать. И енді қанша сумманы аударғың келеді? Сол жаққа тоже қайталап жазамыз. 33.600 деп. 33.600 төбесіне де қайталап шығады. Енді страница 2-ні басамыз. Страница 2-дің ең соңында мынандай кішкентай не тұр, ячейка тұр. Бұл жерде енді мұқият қараңыздар. Біз қайда аударғымыз келеді, сол УГД-ні жазамыз. Бірақ мен жатқа білмеймін, ол қайда аударғымыз келеді. Район, ауылғы, ол ауылды табу үшін мен УГД-ні жазып алайын. Темірский УГД-ның бір ауылы. Мына жерде көрдіңіздер ма, 06-13 десем, уже ауылдарын берген. Осының ішіне ауыл таңдаймыз. Мысалға мына жерде маған неше түрлі ауылдар шығып тұр.
Кеңгияқ ауылы, Сарыкөл ауылы деп, иә, маған именно Кеңгияқ ауылы керек. Сол Кеңгияқ ауылын таңдаймыз. Ол бізде 061307 екен. И бин аппараты шыға қояды. Енді дұрыс толтырдық па жоқ па, соны тексеріп аламыз. Проверить заполнение дегенді басамыз. Достар, осымен барлығы болды. Тексеріп алайық. Сосын отправить в ОГД дейміз. Мына жерде полностью шығып тұрады, сіз не жасадыңыз. По вашему налоговому заявлению мынандай жағдайлар болды дейді. 33.601.202-ні мына биннен 101.202 мына бинге аудару дейді. Сіздерге дәл солай жазылған, аударады. Сіздер я либо жоқ дейсіздер, отмена дейсіздер. Яғни аударыларыңыз келсе, окейді басасыздар. Сіздің действияңыз прям бин аппараты, осы жерде оқып алыңыздар, қателескен жоқсыздар ма, манағы видео бойынша пошагово жасадыңыздар ма, соны қарайсыздар, иә. Енді рысамен подписать етеміз. Мана аутспен кірдік қой, енді рысамен подписать етеміз. Рысаны таңдаңыздар, а то аутс таңдай берсеңіздер қате болады. Пароліңізді жазып алыңыздар. Так, отправка успешно завершена дейді. Енді қарайық. Налоговое заявление жинап тастаймыз и найти дейміз. Міне біздің заявлениеміз шығып тұр. Заявление успешно обработано дейді. Яғни біздің заявкамызды қабылдады. Енді бұйырса 10 жұмыс күннің ішінде зачет болу керек. 33.600 теңгеміз бір ОГД-дан екінші ОГД-ға ауысу керек. 10 күннен кейін кабинет налогоплательщикке кіріп қарасаңыз болады. Яғни ОГД-ңыз ауысып тұратын болады. Сонымен достар, маған жазылуды ұмытпаңыздар, көптеген ақпараттар шығып тұрады. Сау болыңыздар.